Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен тігін және қолөнер каналында қайта қауышқаныма қуаныштымын. Қазіргі таңда балалардың сұранысына ие трендтегі ойыншық хаги-ваги ойыншығының үй жағдайында қалай тігілуін көрсетейін. Бізге борсы бар мата немесе түгі бар пенка, травка деп аталады. Сол матаны екі бүктеп, үстіне хаги-вагидің лекаласын қойып, сызып аламыз. Сызып алып, сол тігістің үстімен тігіп шығамыз. Тек көрсетілген жерлерде ашық қалдырамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, инені қадап, жылжымайтындай етіп, айналдырып тігіп шықты. Мұнда ашық жері 3-4 сантиметр. Енді ішін толтырамыз. Бұл жерде менде халафайбер, синтепух салсаңыздар да болады. Немесе түк болмай бара жатса, дәріханалардан кәдімгі мақта сатып алып, салсаңыздар да болады. Мына аяқ қолдар жағына шамалы мөлшерде осындай етіп саламыз. Көп салмаймыз. Ол қозғалып бос тұру керек. Ал мына бас жағы, ішкі жақтарына толтырып, нықтап, әдемілеп саламыз. Мінекей аяқ қолдарын бәрін тігіп қойдым. Жай бір-біріне біріктіріп тіге саласыз. Енді бізге сары түсті велюр матасы керек. Мына аяқ қолдарының алақанын, аяғын тігу үшін. Алдыңғыдағыдай бір-біріне беттестіріп, сызып алып, үстінен бастырып тігеміз. Ең оңай жолы осы. Осылай тігіп, шетінен ашық жер қалдырдық. Қиып аламыз. Оң қаратып, ішіне тағы да сол халафайберімізді. Оған да көп салмаймыз, шамалы мөлшерде саламыз. Енді мына саусақ сияқты көрініп тұру үшін осылай ортасынан екі рет тігіп аламыз. Енді бізге мына алақандары бір-біріне жабысып тұру үшін бізге лента, липучка немесе мама, папа деген деп сұрасаңыз дүкендерден, фурнитура дүкендерінен береді. Қанша сантиметр алам дейсіз, немесе метрін алам дейсіз, сізге өлшеп береді. Мұны мен қолмен тігіп қойдым. Мінекей мынадай тігіп қойдым. Қазір сіздерге біреуінің тігілу жолын көрсетейін. Мінекей осылай тігіп қойдық. Енді көзін жасаймыз. Ол үшін бізге ақ фетр керек және қара велюр матасы керек. Ақ фетріміздің шеңбердің диаметрі 2 сантиметр, ал мына қара матаны бір 5 миллиметрдей кемдеу аламыз. Және ақ кішкентай фетр. Ол да бір 5 миллиметрдей шеңбердің диаметрі. Енді ернін жасауға оған қызыл фетр керек. Осылай лекаланы қойып, ернін қиып аламыз. Ал аузының іші қара болу керек. Оған да сол мына көздің қарасындағы матадай қиып аламыз. Ал тістерін ақ фетрден жасаймыз. Бірінші мына ойыншығымызға қара матаны жабыстырып тігіп аламыз. Сонан соң барып ақ тістерін, ернін қойып, үстінен қызыл жіппен бастырып тігіп шығамыз. Мына қара матаны қара жіппен тігеміз. Онан кейін ернін екі айналдырып қызыл жіппен тігіп шығамыз.
Ал мінекей, міне ернін тігіп болдық, аузын. Енді көзін тігеміз. Көзіне ақ фетрға қара матамызды жабыстырып тігіп аламыз қара жіппен. Онан соң мына ақ кішкентай шеңберін жабыстырып оны да тігеміз. Оны ақ жіппен тігеміз. Дайын болған соң ойыншыққа жабыстырып тігіп қоямыз. Егер сіздерде дайын көздерде сатылады, ойыншықтың бар болса, жабыстырып қойсаңыздар да болады. Мінекей, ойыншығымызда дайын болып қалды. Кірпігіне мен маркердің көмегімен сыза салдым. Сіздер мына қара матадан кірпік жасап, жабыстырып тігіп қойсаңыздар да болады. Комментарийге, егер бұл осындай ойыншықты жасап тігіп көріп жүрген болсаңыз, қалай тігіп жүрсіз, қандай әдіспен, менің әдісім қалай екен, жаза кетіңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыз, пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Тігін және қолөнер каналына қолдау көрсетіп, бірге сіз бен біз бірге дамиық. Сіздермен болған Айнұр, келесі видеода кездескенше.